Йод бүкіл ағзаның қалыпты жұмыс істеуі үшін аса маңызды микроэлемент болып табылады. Бұрын ата-аналарымыз барлық дерлік ұсақ жаралар мен кесектерді йод тұнбаларымен дезинфекциялағаны бәріміздің есімізде бар шығар. Ал бұдан сұрақ туындайды. Қарапайым йод тұнбалары көптеген ауруларда қалай емдей алады? Йодтан жасалған сетканың құпиясы неде? Оны қалай дұрыс қолдану керек? Және ол кімге зиян тигізуі мүмкін? Осы сұрақтардың барлығына жауаптарды білгіңіз келсе, бейнені соңына дейін қараңыз. Ал біз йод тұнбасының пайдасы мен зияны туралы кеңінен талдап беретін боламыз. Йод тұнбаларын кез келген үйдегі алғашқы көмек жинағында табуға болады. Ол негізінен сызаттар мен жаралар үшін, операция жасайтын құрал жабдықтарды залалсыздандыру үшін, сондай-ақ пациенттердің операция жасау аймағын өңдеу үшін қолданылады. Йодтың алкоголь ерітіндісі күшті антисептик болып табылады. Ол инфекция мен қабынудың таралуын болдырмайды, сонымен қатар қан кетуді тоқтатуға көмектеседі. Адамдар ежелден бері акупунктура түріндегі нүктелік ине салып емдеу әдістерін және пияз сақиналарын қолданып келді. Дененің белгілі бір нүктелерінде сол әдіспен йод тұнбаларын қолдануға болады. Яғни дененің әртүрлі аймақтарында йод сеткаларын қолдануға болады. Бірақ бұл туралы біз сәл кейінірек айтатын боламыз. Йод тұнбалары бұл йодтың 2% немесе 5% алкогольдік ерітіндісі. Ол теріге жағылған кезде жергілікті тітіркендіргіш әсер етеді. Микроциркуляцияның жақсаруы және капиллярлардағы қан ағымының жеделдеуі байқалады. Теріге қолданған кезде йод қалқанша безге сіңеді. Өйткені йодтың ең маңызды қызметі қалқанша безінің гормондарының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету. Өйткені олар метаболизм мен терморегуляцияда маңызды рөл атқарады. Су мен тұздың тепе-теңдігін сақтайды. Жүрек қан тамырлары жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Жүйке жүйесін нығайтады және психикалық тұрақтылыққа жауап береді. Микроэлементтер ағзадағы йодтың жетіспеушілігін толықтырады, сүйектерді нығайтады, сонымен қатар күшті түстер мен тырнақтарды, жылтыр шашты, сау теріні және жақсы зат алмасуын қамтамасыз етеді. Ол иммунитетті нығайтады. Йодтың арқасында фагоциттер пайда болады. Йод әсіресе балалар мен жасөспірімдерге қарқынды өсу үшін өте қажет болып табылады. Жүкті және бала емізетін әйелдерде де йод капиллярлардың кеңеюіне ықпал етеді. Жоғарғы тыныс жолдарының және мұрын мен жұтқыншақтың қайталанатын қабыну ауруларымен күресуге көмектеседі. Денедегі йод тепе-теңдігін сақтайды. Әлсіздіктен, үнемі шаршаудан және депрессияға бейімділіктен арылтады. Эндокриндік жүйенің жұмысын тұрақтандырады. Сонымен қатар ол лимфа ағынын қамтамасыз етеді және қанның қозғалысын тездетеді. Ал бұл бүкіл ағзаның жағдайын түбегейлі жақсартады. Йод сеткасы аяққа да керемет әсер етеді. Йод аяқтарда орналасқан белгілі бір нүктелерге енеді. Бұл иммунитетті арттыруға көмектеседі және дұрыс қолданған кезде йод сеткасы ішекке зиянды таблеткаларды қолданбай-ақ көптеген ауруларды жоя алады. Ал дәрі-дәрмектерді шамадан тыс қолдану микрофлораны бұзады. Біріншіден, бұл суық тию кезінде жақсы көмектеседі. Мұрыннан су ағып жатқанда йод сеткасын синусқа жағуға болады. Ал жөтелгенде сетканы екі жағынан кеуде аймағына қолданылады. Суық тиюге арналған мұндай процедураларды таңертең және кешке 5 күн ішінде жасау ұсынылады. Екіншіден, бұл варикозды тамырларға жақсы көмектеседі. Йод сеткасын зақымдалған тамырларға қолдануға болады. Мұндай әдіс жылынуға және қан айналымының жоғарылауына ықпал етеді. Нәтижесінде ісіну азаяды және тамырлар бұрынғы көрініске ие болады. Мұндай сетканы аптасына 2 рет, емдеу курсын 3 ай ғана қолданыңыз. Бұл ларингит пен тамақ ауруына көмектеседі. Йод сеткасын жұтқыншақ аймағына қолданылады. Емдеу курсы шамамен 2 апта, арасында 2 күн аралықпен. Буын аурулары, радикулит және остеохондроз кезінде. Ол үшін сетканы иық пен қабырға аймағында, сондай-ақ тіземен ауыратын буындарда қолдануға болады. Емдеуді 1 ай бойы жалғастыру керек. Жалпы аптасына 3 рет қана жасау ұсынылады. 5. Көгеруден және созылудан. Бұл әдіс тиімді және арзан. Көгерген кезде йод сеткасы қымбат импорттық дәрілерді жақсы алмастырады. Жарақат алған кезде емдеу курсы шамамен 1 айды құрайды. Толық емделгенге дейін күніне 1 рет сетка жасап отырыңыз. Сондай-ақ олар инъекциялардан кейін инфильтраттар мен абсцесстерді кетіру үшін қолданылады. Ал лимфа түйіндерінде йод сеткасын қолдану қабынудың мөлшерін азайтуға көмектеседі. 6. Йод сеткасының көмегімен үйде сіздің денеңізде йодтың жеткілікті ме екенін анықтауға болады. Мұны істеу үшін білегіңізге йод сеткасын жағыңыз. Егер жолақтар 3 сағат ішінде жоғалып кетсе, бұл денеде йодтың жетіспеушілігін көрсетеді.
Жетінші, өкшеге йод сеткасын жасау. Көптеген емшілер бұл әдісті бүгінгі күнге дейін қолданып келеді. Олар аяқтағы орналасқан арнайы нүктелерге әсер етуді ұсынады. Онда олар өте көп. Үйде арнайы нүктелерге әсер ету арқылы сіз бүкіл дененің жұмысын белсендіре аласыз. Ол өкшенің терісін қыздырып және тітіркендіріп, бүкіл дененің қанмен қамтамасыз етілуін жақсартуға болады. Бұл әдіс ісінуді жеңуге көмектеседі. Тіндердегі қан ағымын жақсартады. Сұйықтықтың ағуына және метаболизм процестерін қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сондай-ақ аяққа қолданылатын қарапайым йод сеткасы қан айналымын жақсартады. Аяқтардағы шаршауды және сұйықтықтың жиналып қалуының салдарын жеңілдетеді. Әсіресе ұзақ уақыт аяқта тұруға немесе күні бойы жүруге мәжбүр болғандарға қатысты. Сондай-ақ йод дене температурасын жоғарылатады. Сондықтан суық тию кезінде және мұрыннан су ағып жатқан кезде, егер аяғыңызды ыстық суда қыздыру мүмкін болмаса, түнде өкшеңізге йод сеткасын жағыңыз. Үстіне жылы шұлық киіп ұйықтаңыз. Есіңізде болсын, йод ерітіндісі дәрі болып табылады. Сондықтан оны асыра пайдалануға рұқсат етілмейді. Йод сеткасын қалай дұрыс жағуға болады? Оны торлап жағу керек. Өйткені қатты жайып қолданған кезде химиялық күйік алуға болады. Жолақтар арасындағы қашықтық 1 сантиметр болу керек, артық емес. Кішкентай сетка зиян келтіру мүмкін, ал үлкендері тиімді болмай қалуы мүмкін. Ұйықтар алдында мақта тампонымен күш қолданбай қолданған жөн. Йод сеткасы шамамен 8 сағат ішінде жоғалып кету керек. Сіз түсінгенде сетканы қолданудың ең жақсы орны ол аяқтар болып табылады. Осылайша денені жылыту және ондағы қан ағымын белсендіру процесін тез бастауға болады. Ал сіз тағы қандай әдістерді білесіз? Комментарийде бөлісіп кетіңіздер. Йод сеткасының қарсы көрсетілімдері. Бұл әдіс аллергия кезінде, қалқанша безінің аурулары, 2 жасқа дейінгі балаларға, дене температурасының жоғарылаған кезінде мүлдем қолдануға болмайды. Егер дене температурасы 38 градустан асып кетсе, алдымен оны қалыпқа келтіріп, содан кейін процедураларды жасай беруге болады. Жүрек аймағындағы ауытқулар, гормоналды бұзылулар, мастопатия, ашық жаралар кезінде, терінің шырышты қабаттарына қолдануға, сондай-ақ басқа дәрі-дәрмектермен біріктіруге болмайды. Йодты теріге жиі қолдануға тыйым салынады. Процедуралар арасында 2-3 күн болу керек. Ал жүкті әйелдер бұл әдісті қолданар алдында дәрігермен кеңескендері жөн. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.